Bas kiyimdir және sırt kiyimdir yıkıp отырабайсың. Тез. Sırt kiyimdir. Bas kiyimdir. Жерде біздің тақырыбымыз қазақтың ұлттық киімдері, этностиль және ою-өрнек стилизациясы деп аталады тақырыбымыз. Сабақтың мақсаты ұлттық киімнің шығу тарихы. Yani kiyimdегі кездесетін ою-өрнектің түрлері және олардың қолданылатынын білетін боламыз. Енді біздерде мына жерде шаттық шеңбері топтық жұмыс және ойлан жұптас талқыла сіздерге тапсырма ақпаратпен жұмыс істейді және оқушылар бұл тапсырманы қалай орындайды. Сіздерге мынадай кесте берем. Осы кестені толтыруымыз керек. Бұда жаңа көрсеттім ғой, қазақтың ұлттық киімдері, әр елдің өзінің ұлттық киімдері болады. Киімнің негізгі түрлері. Киімнің негізгі түрлеріне бізде бас киім, сырт киім және аяқ киім жатады. Киімнің негізгі түрлеріне жасына қарай сіздердің қолдарыңызға қағазы бердім ғой, карточка. Соған жасына қарай киім пішіні, түс гаммасы, ою-өрнек пен әшекейлену. Яғни осыған кәдімгі өзіміздің жайыққан қазақтың ұлттық киімдерінің негізгі түрлеріне сипаттама жасайсыздар. Тезірек толықтырып бере қойсаңыздар. Қандай сырт киім білеміз? Бас киімнің түрлері бар, қандай түрлері? Оның сипаты жаңағы айтқан. Мысалға алсақ, саукеледе жасына қарай саукелені кімдер киеді? Пішіні қандай оның, түстік гаммасы қандай және қандай ою-өрнекпен әшекейленген. Бас киімнің түрлері бар, мысалға. Сырт киімнің түрлері, камзол, шапан, тағы ішік бар, неше түрлі. Аяқ киімнің түрлері бар, кебіс, көк етік, мәсі, мысалға. Таптама етік, шоңқайма дейді, соның әрқайсының бір неден алып, толтырып жаза қойыңыздар.
пішіні ұзын үлкен, түскамасы қою түстес, ою өрнекпен әшекейленуі алдыңғы жақтары және жарайсың. Тағы тұрыңды, қыздар. Шапан айтты. Тағы қандай киім бар? Білім болдың ба? Қорғай қой. Қорғай қой, оғым. Киімнің негізгі түрлері бас киімдер, сөмкелер, киімдер, аяқ киімдер, жасына қарай орта жастағылар, киім пішіні үшбірсі, түскамасы қызыл сары, ою өрнекпен әшекейленуі, бас киім түрлері, сөмкелер. Жақсы. Тағы қыздар. Киімнің негізгі түрлері сөмкелер, жасына қарай жас қыздар, 20-ден жастан. Киім пішіні дөңгелек, жоғарыда үкі әшекейлер, түскамасы әртүрлі түске келеді, ою өрнекпен әшекейленуі, мүйіз, қос мүйіз, ою өрнекпен әшекейленеді. Жарайсыңдар. Жақсы болды сіздерге қазіргі орындап отырған тапсырмаларыңызда топтық жұмыс дегенмен бәріңіз әрқайсыңыз бөлек-бөлек жұмыс жасадыңыздар. Яғни жұптасып жұмыс жасадыңыздар. Келесі тапсырма балалар біздерде сіздерге сұрап, яғни әртүрлі жаңа айттық қой халықтың, біздерде қазақ халқының ұлттық киімдері дегенмен әртүрлі халықтың ұлттық киімдерінің түсі мен пішінінде ұқсастық бола ма? Бәрінде ұлттық киім бар, әр елде ұлттық киім бар. Бола ма ұқсастық? Әртүрлі халықтың ұлттық киімінде қандай айырмашылық және неліктен екенін сипаттай аласыздар ма? Міне әртүрлі халықтың ұлттық киімдері шағылыспаш көрінбей тұр. Қытай халқы және мына жерде тау халықтары, орысы және жерде өзбек, қырғыз халықтары. Ұқсастық бар ма? Иә. Ұзын етек. Әрине шапанға ұқсас сырт киімдер. Кейбір елдерде бас киімдерде ерекшелік бар, солай ма? Қытай елінің, Тарис елінің басында киімдері бөлек болады. Жаңа айтты тақырып қазақтың ұлттық киімдері және этностиль. Этностиль дегеніміз не? Этностиль ол қазіргі шеберлердің көпшілігі киім моделін дайындауда, яғни ұлттық нақышта қолданады. Бұл стиль этно, яғни халықтық деп аталады. Қазір көріңіздер, көп дизайнерлер қазіргі қазақи, бұрынғы қазақи киімдерді қазірде ою өрнектерін қазіргі заманауи киімдерге де қолданып жүр. Заманауи киімдерде ұлттық костюм дәстүрлерінің кең таралған дейді. Этностильдің киімнің ерекше үлгісі ретінде сән әлеміне өз орнын алады дейді. Әшекей үшін ұлттық нақыштағы ою өрнектер, стиль элементтер ретінде қолданылған. Яғни әшекейде де қазір қазақтың ұлттық ою өрнектерін қолданады екен. Яғни этностильде біздер қазіргі заманғы киімдердің ою қазақи ұлттық нақыштағы бір ғана элементі, орнаментін пайдалану, ол этностиль деп аталады екен. Енді балалар, жерде осы жаңағы айтылған әр елдің өзінің не бар дедік? Ұқсастық бар және ерекшеліктер бар дедік. Соған бүгінгі сол қазіргі ұқсастығын елді ұлттық киімдердің сосын ерекшелігін жазамыз. Мысалға бір елді алынды, әрқайсының өздері бір елді алынды. Орыс бар, өзбек бар, қырғыз бар, солардың ұлттық киімдері. Ұқсастығы және ерекшелігі.
пішіні. Сосын жаңағы айтқан түстік гаммасы, ою-өрнегі, біздерде ұлттық қазақтың ұлттық киімі деп аталғасын тақырып бәрі киімге әртүрлі қалаған елдің киімін жазып, соған сол елдің өзіміздің қазақтың киімімен байланысты қай жері ұқсас қазақтың ұлттық киіміне? Екеуінің ерекшелігі қандай, ұқсастығы қандай? Сипаттамасы ерекшелігі пішіні көйлек ретінде келеді, ұқсастығы кең тұрады, гаммасы екі елде де әртүрлі болады, ұқсастығы шетіне тігілген өрнектерде. Өзбек халқы пішіні ұқсастықта ұзын бас киімдері бірдей, гаммасы сары түсті, ою-өрнек әртүрлі түстердің араласып жалғануы. Яғни өзбек халқында біздерге ұқсас көбінесе ер адамдар жағы тақия киеді, қыз балалар жағы неге? Қыздарға арналған тақия сияқты неге сау керек? Тағым бұл. Жақсы балалар, ойланып кеткен сияқтымыз. Енді біздерде бүгінгі тақырыпты қалай түсіндік? Сіздерге тақырып түсінікті болды ма? Қазақтың өзіміздің ұлттық киіміміз, ою-өрнегіміз. Енді балалар, жаңа айттым ғой, тақырып сіздерге түсінікті болды ма деп. Өздеріңіз бүгінгі тақырыпты қорытындылайық, бір сөйлеммен ойымызды қорытындылап. Түсінбедім, аздап түсіндім,
düşündüm және қолdana alamın. Yani өзіміздің қара киімдерімізді саламыз аяқталды. Көп рахмет.